Сәлемдесу, әлемде талай қызық бар. Ортада назар аудар, Орал. Кеш-жарық Астана, бізде қуанышты екі жаңалық бар. Қаламыздың 400 жылдығын тойлап өттік. Және де назар аудардың құрылғанына 3 жыл, яғни біздің туған күн. Туған күндермен жігіттер бұл беймиятынан. Жігіттер, несіне қысыласыңдар? Дым қысылмаңдар. Біреу келіп бір әңгіме айтып жатса, асықпай тұрып тыңдаңдар. Қай жерденсің? Нормальный жерден? Нормальный жерден ат жоқ па не? Нормальный жерден айтжан деген танымайсың ба не? Атжа! Сен сонша мықтысың ба не? Мықтысың ба не? Мен 3 жыл күреске қатысқанмын. 3 жыл. 3 жыл күреске? Күрестің не екенін білесің ба? Білем. Міне ұста күресте, міне. Дөй. Аға, біздің туған күн, маңызды ойын болып жатыр бүгін. Қой? Айтпайсыңдар ма? Інім. Рахмет, інім. Әңгіме жоқ, бір тиіш көр. Бірақ қарасам, залда жастар толып отыр екен. Енді мен әндердің барлығы жастарға арналған ән болсын. Ағамыздың орындауында тамаша ән. Ал енді келесі тыңдайтын әндеріңіз Питбуль бауырымыздың жақсы бір әні. Кімдікі? Питбуль бауырымыздың жақсы бір әні. Анаға сағыныш деген ән. Жоқ, аға, бұл өлеңді естіп қойдық біз. Басқа ән болса. Жарайды, олай болса келесі тыңдайтын әндеріңіз 50 Cent'тің әні Кешір ана ұлыңды деген ән. Жоқ, аға, ол жанрда жүр, басқа жанрда болса. Терме айтайын ба? Терме. Олай болса мынау келесі бір жақсы терме болсын. Шакира Мұрат қызының термесі Базарға айдалған ешкінің зары. Айта алмаймын. Неге? Настроение жоқ. Настройкасы жоқ. Аға, сіз өмірі естетсіз бар ғой. Ұнамай ма, өздерің айтыңдар. Ұлттық арнада түрлі түсті әзілдер. Біз күткен арман алда, қайтпаймыз орта жолда, оған да куә болар, үйді өткізген таңда. Әркімнің өз балалық шағы көз алдында. Бала кезімізде мына жағдай болған шығар. Оқи ғой. Әлдейді оқи ғой. Ақылың бар ма сенің? Ба? Ла? Лар. Не шықты? Балапан. Балалар. Лар мен пан дай алмай. Оқы дұрыста. Ба? Ла? Не шықты? Айт тоқа. Пан. Лар дейсің? Лар. Уй, суми нағыз. Уй, суми. Сумерки, а? Не деп отыр балаға? Не қалайды балаға? Баланы неге оқытпайсыңдар? Балалармен балапан дегенді айыра алмай отыр өзі. Оқысайшы шырағым, біздер ана кезінде оққан жоқсыз, 10-шы класстан қалдық шаң-шаң болып. Өзің жағын ұрсайшы не көрмеді. Оқысайшы, оқы, міне. Оқыш міне. Ба, ла, пан, балапан. Жаңалар еді оқыршын. Анамыз әкеміздің іші пыспасын деп үйіне сөйлейтін тоты құс әкеліп беріпті. Мұна неге келіп жүрсің? Сөйлесесің, тоты құс қой, сөйлейтін тоты құс. Үйде жалғыз қалған кезде осымен сөйлесетін боласың. Бүткіл ақшаны жойып, бүткіл ақшам бар мұнандай жылтыраққа жойып. Саған жақсылық істесеңді жақпайды екенсің бар ғой. Мына футболдың каналын қайда жібергем, алар? Мына футболдың каналын қайда жібергем, алар? Таба алмай отқан жоқпын мен сен. Таба алмай отқан жоқпын енді. Атың кім? Қош. Аттас! Қай жылғысың? 69? Құрдас!
қай жерденсің? Қай жерденсің? Айдархан? Айдархан! Жерлес! Ана, Айдархандағы Дулат танисың ба? Ана Айдархандағы Дулат танисың ба? Тани? Туысқан! Қалай бірдей бар ма? Қалай бірдей бар ма? Бар. Ішемізі? Театр. Сөйлей ме екен? Қой, мынауың сөйлемейді. Ой, мынауың сөйлемейді. Назар аударамыз. Америка құрама штаты супермаркет қазақстандық ағамыз. Hello. Give me 2 please cola. Кола. Pepsi cola. What the hell are you doing, man? What the hell are you doing? Айналайын, көкем. Ақылың бар ғой, айналайын. Байқашы анау атып кетпесін андағы. What? Көкем, айналайын. What? Инстаграм, түсініп тұрмын, иә. Көкем, байқашы анау. It's what? Ақылың бар ғой, айналайын. I'm a nigga. Байқа. I'm a nigga. Иә, де. I'm a nigga. No. Твиттер, түсініп тұрмын оның бәрін. What the hell are you doing, man? Come a nigga. What the hell are you doing? What? What? Dır. The hell are you doing? Okay, man. Мен сен нелер ешіден көргенім түсінді? Thank you, man. Мен бұл жеңісімді Астана қаласының 15 жылдығын арнайым. Рахмет. Назар аударайық. Негізі ауылдың әр таңы осылай атады. Малдар шығар. Малдар шығар деймін бар. Малдар? Малдарды. Солмасаң қалай шығарым, қадыр сенде. Таңертең сүт шықпайды, бұзау ем қояды бәрі. Неміз веш бәрі, қош веш бәрі. Түскеге тауық пісірем ау дейміз. Ола. Түке тұрған сен açar. Қаша бақ болмыры. Ал дейді. Ал дейсі қыз. Ана кет. Кетті ғой енді ал дейсі. Не? Не? Кетшек сықлағыз нағы дейді. Ерту атсық қадамға. Түркетші қойна дейді нағы. Достар, біз сөзіміздің соңын ең алғашқы рет жоғарыда отырған ағаларымызға айтқымыз келеді. Құрметті билік басында отырған ағалар, егер сіздердің қыздарыңыз жаман жолға түсіп кетпесін десеңіздер, қалалардың жолдарын жөндеңіздер. Біз күлкін арман алда, қайшайыз орта жолда, оғана куға болар, үй көзі көптізген ана. Алыстағы ағайыннан жақындағы көрші артық. Сол көршіміз шетелге көшіп бара жатыр. Ай, көрші, мұнаның бәрін қайда тастап бара жатсың? Мен сияқты бай адам үшін бұл жай ғана қоқыс. Бір жағынан саған менен естелік болып қалсын. Көрші, сол не бар Италияда? Қалмайсың өзімізді Қазақстанда. Көрші көзіңді ашып бара. Италия, шетел, Европа. Балқып шалқып өмір түсірмеймін ба? Көрші, кеттім мен. Есіңде болсын. Өмірдің бәрі. Ақша. Чау, көрші. Құрсын 20 жыл бірге тұрғаннан кейін қимайды екенсің тіпті. На дейді? Уй, құмайдолла. Қош құрсын. Не оқыстап кеткен көрейік. Қара. Ұста. Дұрыстап тепшейсің, ортасы жоқ қой. Байқа деймін. Қара. Бір қол жібердің, бір қол. Қара, екі қол жібер мені. Көрдің бе? Қаш құрсын құлайсың, итақта белің ауып жүргенде. Нағып берді десем, істемегеннен кейін берген ғой, саған қай бір дұрыс нәрсе қалдырып кетті дейсің көршің. Мынаған, екі дүңгіле салсаң, шай деп тұр. Қой дейсің. Жүрмейді. Жүрмейді. Мән ара керемет бұлғары сүңге. Мұна дейді жүр. Оны нағыласың, біреудің нақырасын тасташы. Мұна үшін. Оны нағыласың, таста дейін, таста. Не керек? Мұнаны қара. Мұнаны неге сақ көтіп жүр дейші?
Баяғы ғана сен бояу сойларын салып тастаған шығар, мә. Құрсын бояу сияма, мына темір тесектерін саласың, ал құрсын өзің. Мына іште темір терек сияма не? Мә бояу сойларын сал. Мына іште бояу сояу салынбайды. Анау көршілікке тез апарып бер, әуежайға. Темір терек салатын ғой мына деген. Көршілердікі апарып бер деймін бар. Өзіңізді сақ өткен жоқ па, қоқыс деген жоқ па? Қайта қоқысты көшеміз үйге түсіп кетті, соған рахмет айт. Мынау ұрланған ақша біліп тұр, мына шекарада өткізе алмайтын біліп, біздің үйге түсіп кетіп тұр, бар апарып бер тез. Мүмкін емес. Келдені. Ұрлап жүргендер сендер екенсіңдер ғой. Кім айтты ұрлап жүр? Өзіңізді сақ өткен жоқ, қоқыс деген жоқ па? Қоқысты көшеміз үйге түсіп кетті, қайта. Аға, мына электроэнергиясын ұрлаушылар ғой, мынау не? Не күлесіз, айыппұл? Күледі ғой, 10 мың теңге жазам ал. Қанша? 10 мың теңге. Мә 20 мың теңге. О, аға? Жасыңыз нешеде? 60-та, 60, тұтас 60. 60-ға келсеңіз де жеңгеміздің аяғы ауыр, а? Ана жеңгенің ішінде тұрған менікі ғой. Кетей менікі. Менікі? Менікі дейін. Жаңылысың сөйін бәрібір шықпайасың ғой. Оу, үйдің кенжесі тәтті болады, түсінем. Енді менікі, сенікі дейтін болмайды ғой жерде. Негізінде оңғы демес, менікі демес, көршікі негізі. Не алдырып тұрсың сен? Айналайын. Менікі ғой, менікі. Ана баланың бәрі кетті оқу деп. Ертең бізді осы асырайды міне. Жеңгеңнің іші тұрған алтын ғой, айналайын. Бала, міне 20 мың теңге ақша. 10 мың теңгесі бана қарау. Светіңнің ақшасы. 10 мың теңгеге газбен судың ақшасын төлеп кет. Таксиге ақшаң бар ма? Жоқ. Ренжіме бала, миып тақтай қалма, бас бала, алға бас. Көрдің бе, жаным, өмірде бәрін ақша шешеді. Ақшаға мынау бұл кішін ақша ма? Өмірдің бәрі ақша, жаным. Көрдің бе? Дос жоқ, бауыр жоқ, туыс жоқ. Өмірдің бәрі ақша, жаным, көрдің бе? Біздікі ме? Әрине біздікі. Қайырлы күн, мен сіздің жаңа көршіңізбін, таныс қояйық. Ешкім дұрыс па? Көрші ғой, араласайық, білсейік. Көрші жоқ, дос жоқ, бауыр жоқ, туыс жоқ. Өмірдің бәрі ақша. О! Не? Бастыққа. Не алдайсың оған? Алло, Хабиболла Кенжевич. Жұмысқа неге келмедің дейсің бе? Мен сен берген 20 мыңыңды үйде жатып та табам. Жұмыстан шығам, қысқасы, сау бол. Неге шығып кеттің құрсын ертең деген? Бастық жоқ, жұмыс жоқ, туыс жоқ, көрші жоқ, ақша, өмірдің бәрі ақша. Жаным, бұл ақшаға не істейміз, жаным? Той жасаймыз. Жоқ, үйлен қойған екен. Бүйтеміз бұл ақшаға. 2 камаз көмір ауылға жіберем. Ауланы істетем, бірлік салып алам. Сені істейсің. Не ме? Батималарды, Танзилялар, жаным, шайды қоятыр. Біз енді шай емес, мохито ішеміз. Не ол мохито деген? Мохито деген баунти, жаным. Есің дұрыс па, осы шоколад. Сондай ма? Жоқ, бітеміз, бұл ақшаға көрсе Италияға кетсе, біз Лондонға кетеміз. Я уеду жить в Лондон. Мен алып кетпейсің шығасың. Әрине сен алып кетемін, жаным. Айналайын, сен алып кетпегенде енді алып кетемін. Италияға барғанша одан да Астанамызға барайық өзіміздің. Астана? Астанаға барайық. Сен мына ақшаға білесің ба, Астанада не ас жоқ, не үст жоқ, бір бөлмелі пәтер аласың. Ішінде отырасың, сен әр жат, бер жат деп. Мен басқа не істейміз? Одан да бетек, бұл ақшаға Оралдан барайық та 5 үй сатып алайық. О, не істейсің сосын бір-бірімізді таба алмай жүр дейсің ғой, былай таба алмай жүрген кезде. Онда бетек, бұл ақшаға Қызылордадан барамыз да 10 үй сатып аламыз. Ол 10 үйден ағыласың тосын? 10 үйді Астанаға алып келеміз да қымбатқа сатып жібереміз. Есің дұрыс па? Тамақ hazır ма, тамақ ішейік? Кокос жаңағыдан жасалған бірдеңелер жейсің ба сондай? Күшті бірдеңелер. Бала, кеттік Түркияға. Жей ма? Шашлық жейміз. Жүзіктерін танысып келеміз. Есіңіз дұрыс па, бір жұмыстан басы ауыр шаршап келе жатса? Жұмыстан шаршадың ба? Бала, маған айт. Бір қоңырау шалам, жұмыстан шығарып алам. Әке, өзіміз әрең кірген жоқпыз сол жұмыста. Не болды, не шаруа болып жатыр? Естіп жатсыздар ма? Не? Қалада ақша жоғалып жатыр. Ақша жоғалған, не естідің ба? Жоқ, білмеймін, может, қайдан білесің? Ақша жоғалған? Қайдан білесің, оны тастап кеткен шығар. Бәлкім естелік деген шығар. Шетелге кетіп қалып үлгеремей қалған шығар. Қоқыстан араса қалып қойған шығар. Әке, енді ақша қоқыстың арасына алмайды ғой. Біреу несие алған үй алам деп. Оны алғанда екінші біреу ұрлап алып кеткен опасыз. Әкеңе опасыз де енді оны маған. Жоқ, әкемді айтып жатқан жоқпын. Енді ақшаны алып кеткен адамды айтамын. Біреудің ақшасын алатындай әке. Сол біреудің ақшасын алып кететін адамдар да сол жүрек жоқ шығар соларда. Қалай жүрек жоқ? Енді біреудің затын алып кететін де жүрексіз біреу болып тұр. Жүрек жоқ болса сен қасында тұрам ба немен? Қалай тұрам ба? Жоқ, тұрам ба дегенде жоқ. Бала, ана ақшаны алып кеткен адамды ұстап алсаңдар не істейсіңдер? Ұстап алса кезден шатылады.
Естідің бе? Кетіп бара жатырмын. Мен де барам, қаяққа кетіп бара жатырсың? Шатыласың дейді, шатыласың. Шотландияға барғым келіп жүр, как раз барайын. Шатыласың дейді, шатыласың. Қанша жыл? 3 жыл. 3 жыл дейді, естідің бе? Мен қазір 60-тамын. 60-ға 3 қоссаң 63. Сонда мен 63-те шығам ба? Қайда шығам ба? Зейнетке барып отыра берші. 3 жыл дейді ма? Онда деген тума бар, туысқан бар, ана көрші бар, бастығына звондап бірдеңе шығарып алармыз, а? Дұрыс айтасың. Бала, ана ағайын бар, тума бар, туыс бар, көрші бар, бастық бар, жұмыс бар, бірдеңе етіп шығарып аласыңдар. Қайда шығарып аламын? Зейнетке. Оны мен шешпеймін ғой әкеңді. Сонда сен не үшін тудық кезінде жалғыз өзін топырлатып? Сонда әкең соттау үшін тудық па сен сонда? А? Тұршы. Бала, әңгімен тазасы қанша сұрайсың? Әкең несі айтты? Жоқ, анау анттарға қаншалықты адалсыңдар деп жатырмын. Жұмысқа келеміз, ант береміз. Сол анттың ішінде әкең сотта деген жазуды көрсетші маған, генералға апарайын мен сені. Антты қаншадан бересің? Әке қаншадан береді неше? Біз жұмысқа келгенде жұмысқа адал боламыз деп ант береміз. Дұрыс сөз жоқ, енді адал болғанда сен бала кім баласың? Үкіметтің баласың, мен баламсың ба? Сіздің балаңыз әке не болды сізге? Мен балам болса енді сонда бір әкеңді шығара алмасаң қанша не жерге жұмыс жасап жүрсің? Қайда шығара алмасам? Зейнетке. Оны мен шешпеймін ғой, не айтып кеттіңіз сіз? Сонда біздің ана болашақта арманымыз 2 КАМАЗ көмір, жаңағы Лондон барлығының бәрі сонда кетті ма, жоқ па? Арманымыз көкке ұшты ма сонда? Әке не айтып кеттіңіз? Болашақтағы мақсатымызды айтып жатырмын. Ой, мақсат әке үйдегі чемоданды көрген жоқсың ба мен? Жоқ. Не чемодан? Қара чемодан, ішінде өтірік ақшалар бар. А? Ішіне өтірік ақша салып қоямыз, біреуге пара беріп жатқан жерде ұстап алуға. Өтірік ақша? Өтірік ақша. Сонда өтірік жалған? Жалған ақша? Барлығы жалған болған ма сонда? Жалған ақша екен. Естідің ба, барлығы өтірік дейді, жалған, арманның бәрі көкке ұшты. Бала бар, бастығыңа звонда, ертең аштан өлеміз, мынаның бәрі өтірік ақша алып дейсің ба? Тіпті алдын ала бастығына звондап, жұмыстан шығып кетіп бұл. Алло, Ғабидолла Кенжеевич, ассалаумағалейкум аға. Келініңіз сәлем айтып жатыр. Келініңіз сәлем айтып жатыр. Ғабидолла Кенжеевич, сізге айтарым. Әке, таптым, ақша мана жақта отыр екен. Қайталап айтам, жұмыстан шығам. Жалпы достар, өзге елде сұлтан болғанша өз елінде ұлтан бол. Алло, көрші, мен ғой. Қоқыстардың арасына ақшамды тастап кеттім, көрші. Алло, неге үндемейсің, алло? Үйде ешкім жоқ. Жалпы біздер жайдарманшылар сахнада таласқа түскенмен өмірде доспыз. Дос жоқ, бауыр жоқ, туыс жоқ, финал. Осымен сайысымыз аяғына жақындады. Командалар ортаға. Орталық бай сандары. Жоғары бал. Алтыбай. Тек қана қыздар Алматы. 5, 3. Назар аудар Орал. Толық Алтыбай. Сағыз. 5, 6, 4. Қазақ ұлттық университеті құрамасы Алматы. 5, 6, 5. Қорқыт құрамасы Қызылорда. 6, 5. Бүгінгі сайыс туралы Марат Ұстаев. Құрметті командалар, барлықтарыңызға рахмет айтамыз. Біреу бүгін озық болды, біреу сәл артта болды деп болады. Сәлемдесу конкурсында бәрі бір орташа деңгейде, яғни бір теңдей болып келдіңіздер. Мен ойымша бүгінгі ойынды шешкен үй тапсырмасы болды. Үй тапсырмасында мен өз жеке ойым назар аударуға жететін команда болған жоқ. Сіздерге көп рахмет етемін. Әділ Ахметов. Ассалаумағалейкум, құрметті астаналықтар, Астана қонақтары, құрметті біздің жайдарманшылар. Мен ерекше ризашылығымды Сағызға білдіргім келеді. Мен ойындарыңызға тәнті болдым. Өздеріңіздің таңдаған формаларыңыз бәрі ерекше, бәрі жарасымды, өте әдемі болды. Басқа жігіттер, барлықшыларыңызға сәттілік. Рахмет.
Ерлан Малаев. Ассалаумағалейкум, құрметті ойыншылар. Шынымен бүгін жақсы ойын болды. Өте жақсы, маған ұнады, жақсы дайындалған. Бірақ дей тұрған мен де атап айтып кетейін, Қызылорда қорқыт, Орал сендерге көп рахмет. Айбек Қалиев. Жалпы көрініп тұр бүгінгі ойыннан көрермендердің де Қазылар алқасының да жайдарманды сағынғаны, көптен бері жүздесіп тұрғанымыз. Бүгінгі ойыншылардың барлығына рахмет. Өзіме ерекше ұнаған Сайғыз командасы. Сосын енді мына жерде бұл балалар кеңес үкіметін көрмеген балалар ғой. Мына жерде пионер кезіміз есімізге түсіп кетіп тұр. Соңғы пионерлердің біріміз. Мына ойыннан кейін маған жолшы, мен пионерлік галстукты қалай байлайтынын үйретіп жіберіңіз. Қазылар алқасының төрағасы Мұрат Әбенов. Әрине, мен толық келісемін. Бұл енді жайдарманды өте қатты сағындық барлығымыз. Жақсы керемет ойын болды. Сол себептен құтты болсын. Ал енді өзіме ұнаған бүгін команда бұрыннан бері өзі қатты ұнайды, өте интеллектуал, жақсы, жоғары деңгейде. Бұл ұлттық құрамы Қазақ ұлттық университеті. Рахмет. Рахмет. Үй тапсырмасының қорытынды ұпай сандары. Тек қана қыздар 4,6, Сағыз 5,2, Қазақ ұлттық университеті құрамасы 5,4, Қорқыт құрамасы 5,6 және Назар Аудар толық 6 ұпай. Ал енді жалпы сайыс бойынша ортақ ұпай сандары. Тек қана қыздар 9,6, Сағыз 10,9, Қазақ ұлттық университеті құрамасы 11,3. Енді тікелей финалға жолдама алған командалар. Қорқыт құрамасы 11,6 және бүгінгі сайыстың жеңімпазы 11,7 Назар Аудар Орал. Қымбатты достар, баршаңызға рахмет. Жайдарманның жайдары сайыстарында жолыққанша аман сау болыңыздар.